екі жүзділік саясат дейді. Бір адамның қолында билік болса, олардан оп-оңай алады. Қазақстанның билігімен ойнап жатыр. Бұл жерде біріншіден билік ақылды болу керек, ойынға түспеу керек. Неге десең, өзінің жанын сақтап қалу үшін керек. Бұл халық үшін емес. Миллиардер, бизнесмендер болса, олар құриды. Егер ана сіреңке шаққан кезде. Қаңтар көрсетті. Қаңтарда халық көшеге шыққан кезде Назарбаевтың туған туысқаны өзі жан қойырға жерпай, тығылатын жер таппай қалды. Халық жүрген бір қора қой сияқты. Бір қора қойды бір арыстан басқарса, бүкіл қора қойың арыстан болады. Бір қора арыстанды бір қой басқарса, бүкіл арыстанның қой болады деген сияқты. Саясатқа кірісу керек олар. Егер сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Қажиақбар бауырымызбен бүгін керемет бір тақырыпты қозғайық деп отырмыз. Ол қоғамның дамуы. Сен ауғандағыда жүйені көрдің, мына жақтан советтер келді, талибандар келді. Ирандағы жүйенді көрдің, Қазақстандағы жүйенді көріп жүрсің, авторитарлық. Енді Европадағы ең демократиясы дамыған елде міне қанша жыл болды? 37 жыл болды. 40 жылдай сол жерде де өмір сүріп жатсың. Біте қайнап, ішінде түгел көріп жүрсің, әлемді аралап жүрсің. Сондықтан шынайы демократияның жемісі қандай? Даниядағы мына адамның бақытты болу индексі әлемдегі екінші орында ғой деймін? Екінші орында 3 жыл бұрын бірінші едік, бірақ финдер бірінші орында қалып кетті. Бүкіл әлемде қанша 170 па, қанша мемлекет бар, соның ішіндегі ең бақытты адамдар қайда тұрады дегенде Дания мен Финляндияда тұрады екен. Осы жайлы қысқаша айтып кетсең, өйткені Қажиақбар бауырымыздың осыдан 10 жыл бұрын жазған осы демократиялық принциптер жайлы жалпы әлемдегі елдердің мына жер асты байлығы өте көп елдердің неге кедей болатыны өкінішке қарай. Мысалы, Венесуэла сияқты өте жер асты байлығы, соның ішінде Қазақстан бар, Ресейде бар. Жер асты байлығы енді шексіз, адамның ақылына сыймайтын байлық бар, бірақ халқы кедей. Өкінішке қарай соның бірі бізбіз. Ат төбелінде 20 миллион халық тұрады. Ал енді Жапонияда, Европада бұл байлықтың тіпті бір жұқанасы да жоқ. Бірақ халқының денсаулығы жақсы, өмір жасы ұзақ, материал жағдай өте жақсы. Ал біздің халықтың өкінішке қарай 80% халқы кедей тұрады. Соның себебі, мен ойлаймын, тек қана жүйеде. Оған келісесіздер деп ойлаймын. Сол жүйені ауыстыру сізбен біздің қолымызда. Сондықтан сырт көз, алдымен Дания жайлы айтып кетсек, Даниядағы елдердің бақытты өмір сүруі недің себебінен, осыған Дания қалай қол жеткізді деп ойлайсың? Енді егер Данияны алып қарайтсақ, бұл ұзын бір процесс. Өздеріңіз тарихта білсеңіз, 300 жыл бұрын бізде патшалықтар болған. Бүкіл Еуропада жаңағыдай бір адам билеп, бәрін бір адам корольдер болған, соғысқа айдап салған деген сияқты нәрселер болды. Одан кейін индустриализация басталды. Англиядан басталды. Негізінде бұл жерде бұрын ауыл шаруашылығы еді. Ауыл шаруашылығында әрбір бай ол жерде жұмысшылар бар еді. Сол жерде жұмысшыларын ол жұмыс істетіп, бүкіл жұмысшының иесі еді. Аналар құл сияқты еді. Сондай бір қатал заман болған, жаңағы қолында астындағы қыз жігіттер бір-бірінен үйленуге рұқсат жоқ болған. Жаңа бай оларды үйленуге рұқсат берсе үйленеді. Егер екінші байдың ол қолынан шығып басқа бір адамның қолына жұмыс істеуге рұқсат жоқ болған, ана бай рұқсат бермесе. Бұл кездегі замандағы, мысалы, қазақта салыстырсаң, даладағы қазақ демократия. Қалаған жұмысшы барып, қалаған байдың қасында жұмыс істей беретін болған. Сондай бір өте қиын кәдімгі диктатураның көкесі сонда болған. Сонда бай патшаға тәуелді болған. Ақшасын беріп, сосын әскерменен патша байдарды қорғап тұрған. Қарапайым халық оларға бәрібір құл ретінде. Құл ретінде. Егер қашып кетсе, оларды не қылып, сосын бір бөлігі Данияның билігін ұстап тұрған патша, енді қатты күш әскерменен, екінші жұмсақменен басқарған. Жұмсағы дін болған. Ана жұмысшыларды бәрін апарып, жаңағы шіркеуге апарады. Сол жерде дін адамдары жаңағы халыққа Құдайдан қорқыңдар, патша Құдайдың елшісі, оған қарсы сөйлемеңдер деген. Бұлар өте адамның психологиясын жақсы білген ғой. Адамды басқару үшін бізде айтады, қамшы және сәбіз болу керек дейді.
керек кезде сәбізді бересің, керек кезде қамшыны қолданасың. Бұл жерде Данияның сол мемлекетті Еуропада басқару тәсілі қамшысы әскер солдат болған, жаңағы несі сәбізі дін болған. Дін менен халықты жұбатып, ана дүниеге барсаң былай қыласың, жұмаққа өзі жұмақты да ода сататын болған. Мартин Лютер Германиядан шыққан, бәрін ашып тастады ғой. Кәдімгі немістің тіліне аударды, Библияны, протестантты. Бұл жерде соған қоса енді мына индустриаляция келеді. Индустриаляция келгеннен кейін үлкен зауыттар құрылады қалаларға. Баяғы ауыл шаруашылықтан халық шыға бастайды енді. Бір түрлі екінші байға барып жұмыс істей, байдар ғой бәрін. Бірақ индустриаляция ол мыңдаған адамды жинайды. Қала, ел ауылдан қалаға көше бастайды. Ел топарлана бастайды, бірге бастайды. Бірге бастаған кезде жаңағы бұрынғы қатал ұстап тұрған структура бұзыла бастайды. Халық сосын ұйымдастыра бастайды. Мысалға, темірші, олардың бір ұйымы болады. Газета жасайтындар, олардың ұйымы болады. Бәрі ұйым болады да, бірақ байдардың мемлекет жағынан үлкен соққы болып тұрады бұлар. Ұйымдастыру үшін, бұзу үшін, жаңағыдай арандату процестер болып жатады. Сендер анау олыңдар, мынау олыңдар жұмысшыларға, бірақ жұмысшылар одан әрі қосыла бастайды. Бір-біріменен жаңағы локаут деген естіген шығарсыз, нелер мәселелер шығыр. Локаут деген жұмысшыны жұмыстан кіргізбеу. Жұмысшы ол жерден ақша алады ғой, ақша жұмыс бермесе аш қалады. Ал мысалға теміршілердің жұмыс беру, темірші зауыттар құқығын, айлығын бермесе орнына, сосын аналар айтады ғой, біз бармаймыз жұмысқа деп, сосын жұмыс беруші оларды локаут қылады. Бармасаңдар, аштан өліңдер. Профсоюз күшін көрсете бастайды. Сосын ар жақта мысалы журналистік қауым, экономист қауым, ауыл шаруашылық қауым, ол ақша бере бастайды. Мысалы темірші қауымға, жаңа жұмыссыз қалған темірші қауымға семьесіне барып, бала шағасына барып, ақша беріп, күнделікті азығын сатып алып береді. Бұл жерде бұл соғыс талай көп уақыт алады да, соңында жұмысшылардың ауызбіршілігі көбейгеннен кейін жұмыс берушілердің жаңағы биліктің күші азая бастайды. Азая бастағаннан кейін өздеріңіз білесіз, сосын соңында бұл революцияға болады. Талай мына Еуропаның патшаларын қолға түскен өлтірді, қашып кетті, жаңа революция заманы болады бұл. Ал Данияда, Францияда революция болған кезде патшасы ақылды кісі болған, одан кейін өзі шақырып алады. Жарайды дейді. Мен шегіне тұрайын дейді. Парламенттік жүйе жасайық дейді. Әйтпесе дәл Францияда не болды? Данияда бастала кезде ол шегінетті, ал бүгінгі шейін бізде корольдік жүйе бар. Король біздер оны жалғыз реклама үшін қолданамыз. Формально ғой. Формалды. Мысалы, қазір короліміз Жапонияға барайын деп жатыр. Жапонияға барған кезде 1000 бизнесмен түрлі барады. Ол Жапонның патшасымен кездеседі. Корольмен. Сонымен олар хай-хой, сонымен бизнесмендер не қылады? Әзірінше шейін бүгінге біздер сөз бар. Патшалық керек па, керек емес па? Бізге қаражат па, табыс па ол? Бірақ бүгінгі Данияның экономикасы патшалық бізге тұрған бір үлкен реклама. Тамаша. Сонда ана күні екеуміз әңгімелескенде айттың, ең басты құндылық ол адамның өмірі. Сондықтан орташа жалақысы, емделуі, үйі, өткен жолы сенің бір тағы да Facebook парақшаңнан оқып қалдым. Мен балама үй алуға кредит алдым. Біз кредит алсақ үстіне төлейміз, ал менің кредитім керісінше минус. $100,000 алсаң, сен оны $90,000 жабуың керек. Біреуден банкіден қарыз алған кезде. Осылай социальный дейді ғой, әлеуметтік қолдау жағы қалай іске асырады мемлекет, осы қалай болып жатыр? Жаңағы сіздің сұрақтың арасында жаңағы қалай мемлекеттер біреуі автократ және демократ болып шығады, сол сіз жаңа басында айтып кеттіңіз ғой. Ресурсы бар елдер көбісі автократ болып шығады деген. Мен 2016-да жаңағы менде экономиканың ішінде resource based theory деген бар. Компанияларға жеке арналған,
олар жаңағы бір мемлекеттің ресурсына қол жету үшін қандай қадамдарға бару керек деп. Соған мен өзім де жаңағы HR, organization, ұйымдастыру, маркетинг болғаннан кейін 2016-да соған қаратып, не үшін бұна жаңағы бір мемлекеттер кедей, бір мемлекет бай туралы мақала жаздым ғой. Бірақ өткен жылыма бір үлкен ғалым жаңағы Why Nation Fails деген кітап жазды, қазақ тілін аударып, қазақтар тамсанып оқып жатыр да. Робинсон ғой. Иә. Оны мен 2016-да негізінде мына resource based теорияны компаниядан форматынан алып, мемлекет форматына ауыстырып жазғанмын. Мен жазып қойғам дейсің ол кітаптың. Негізгі өзегін ол кітапты мен оқығам, керемет кітап. Неге бір елдер бай, бір елдер кедей болады деген Аджимаглу деген бір түріктерді жазған. Сондағы онда кішкене тақырыптан ауытқып айталық, жер асты байлығы керемет, жердің үсті де асты да бай, мемлекеттің халқы неге кедей, ал жер астында байлық жоқ халықтардың жағдайы неге жақсы? Осы жайлы неге кедей болады? Жаңа теорияда біз енді экономистпін ғой. Экономияда жаңа теорияда айтады, жаңа компания қалай бір мемлекетке кіру керек, оның ресурсын алу, жолдарын көрсетеді да. Басқа Сосын мен ойладым, жарайды, қазір батыста демократиялық мемлекеттерде компаниялар, дамыған компаниялар бәрі сонда, үлкен компаниялар барлығы сонда. Соны бұны мен мемлекеттік тақпырға ойладым ғой. Қалай болады келеді жаңағы мемлекеттің байлығын алу үшін, Олар мысалға қазіргі біздің заманымызға қарасаң, бір мемлекеттерде соғыс, бір мемлекеттерде тыныштық болады да. Бір жер байлығы бар мемлекетке олар әсте-әсте жаңа алпауыт компаниялар енеді. Ол алпауыттың артында мысалға үлкен мемлекеттер, саяси мемлекеттер ол да бар. Осы жерде нақты айтайықшы, мысалы Қазақстан бір мемлекет демек қой, Қазақстанның жер асты байлығы көп, жері үлкен, халқы аз. Енді былай қарағанда бір қасқырлар жүрсе, ана жақта бір аралда бір семіз қойлар жүр. Мен соны қойды қалай жесек деген, оның күзетшісі бар, халқы бар деген сияқты. Сонда біздің мемлекетке қарап, сілекейін ағызып, мына жер асты байлығын сорғысы келіп отырған көршілеріміз бар. Бір жағында Ресей, бір жағында Қытай. Кімге байлық керек жоқ дейсің? Батыста. Соңын ана жақта Америка бар. Мысалы, қазір Украина қалай қылқындырып, Ресейді қылқындырып байлығын сорғысы келіп отырған. Батыста да бар. Оларға Қазақстанның дамығаны, Қазақстанның бейбіт болғаны анша қажет емес. Өйткені Қазақстан дамып кетсе, Қазақстанда ұлт тұтас болатын болса, бейбіт болса, онда байлығын бермейді. Ар жүріңдер дейді, өзіміз жақсы өмір сүргіміз келеді дейді. Сондықтан Қазақстанда тыныштық болғаны, Қазақстанның адамдарының ғылым білімі дамығаны ешкімге басқа алпауыттарға тиімсіз. Сондықтан олар біздің алауымызды қоздырып, халықтың қараңғыл болғаны, қалың дінге кіріп кеткені, бір-бірімен тіл таппағаны, бұл жерде авторитарлық режим болғаны оларға әлдеқайда тиімді. Солай ғой. Сонда олар қандай амалдар істейді? Мына елдің арасына біріккі салу үшін. Жақсы мысал айттыңыз, қасқырлар тұр, жан-жағымызда бұл жерде жаңағы семіз қойлар жүр. Ол біз. Сосын бұл қойдарды қалай жеу керек? Олар қалай ол қойдардың басына бір автократ адам отырғызады. Сыртынан демократия дейді, екі жүзділік саясат дейді бұған. Автократ адамдарды отырғызады, себебі бір адамның қолында билік болса, олардан оп-оңай алады. Онымен келісу жеңіл. Келісу, оны қорқытса да, алдаса да, келісу жеңіл бір адам. Сосын екінші жүз халыққа демократияны көрсету. Халыққа айтады, сендерде автократ адам отыр, сендер демократ не болуларын керек. Болуларын керекті халық менен биліктің арасын қарама-қарсы болып тұрады. Көрдіңіздер? Екі жүзділік. Сонда бұл жерде биліктің басындағыны қорқытады. Егер айтқанды қылмасақ, мына халықты көтеремін дейді. Ақша беріп халықты демонстрация жасаймыз. Демонстрация жасаймыз, айту өрде қылады да, бұл жаңағы екі жаңағы айттым ғой, қамшы менен жаңағы сәбізді стратегиясын қолданады. Болмаса және бір сөз бар, good cap, bad cap дейді. Good cap деп жаңа әскерді айтады ғой, полицияны айтады. Бір полиция жақсы ойын ойнайды, екіншісі жаман ойын ойнайды. Сөйтіп, бұл жерде билік ортаға қалады. Халықты айтқанын қылайын ба, мына шетелдегі айтқанын қылайды дейді да, билік ортаға қалады. Бұл жерде билік не қылады? Бірінші өзін ойлайды.
әрбір адам өз қарабасын ойлайды, амандығын ойлайды. Егер халық мықты болса, ауызбіршілігі бір болатын болса, халықты тыңдайды. Халықтың ауызбіршілігі болмаса, сырт елдегі жаңа алпауыттарды тыңдайды. Бұл табиғи нәрсе. Мысалы, біз жерде отырмыз ғой. Егер бізді де билік басына апарса, мен ойлаймын, біз солай ойлаймыз. Қай жерден қауіп қатері келеді, сол қауіпті біз басып төмендетуді жолын ойлап табамыз да. Ал енді бұл халықты ауызбіршілігі жоқ, сырт елдегі. Бұл сырт елдегі алпауытты тыңдау керек. Одан кейін халық неғұрлым ауызбіршілігі болмаса, оның ішіне және от тастаймыз. Өз сол мемлекеттің билігінде отырмыз, бірақ өз халқымызды және от тастаймыз, себебі бірінші біз өзімізді ойлаймыз. Жаңағы position дейді ғой, жаңағы мансабымызды ойлаймыз, және миллиардтаған түспей жатқан ақшаны ойлаймыз. Назарбаев істегені сол ғой. Сосын ол жаңағы сырт елдегі олменен тұрмайды бұл жерде. Мысалы, оның бір көрінісі Иранда шахны аударып, моллаларда келді. Гаддафині аударып, қазір бүгін Либияны білесіздер. Мысалы, Гаддафинің 2 миллиард Еуропаға батыста тығып қойған ақшасы дүниесі бар еді. Ал енді бұл жер байлығын сорды, жер байлығын сорды, бұл жаңағы біздің биліктегі бастығы, бұларға ақша береді, ұрлайды, бұл ақшаны қайда апарады, қайтадан батысқа апарып тығады. Енді Абай атамыздың айтатыны бар ғой, берекеңді қашырма, ел тыныш болса жақсы сол. Біздің Алатайдай бөлініп, біріміздің етімізді біріміз жеп, бірімізбен біріміз қырылысқанымыз біздің байлығымызға көз алытып отырған шетелдіктерге әбден керемет жақсы. Сондықтан қазақтың қамын қазақ қана ойлайды. Ертеңіміз, болашағымыз, балаларымыз бейбіт елде өмір сүрсін десек, бізге тұтас бейкі білік керек. Онан кейін ана кешір ойыңды, екі ресурс бар да. Адам ресурсына сүйену керек па, жоқ, жер ресурсына сүйену керек па дегенде. Бай елдер жер ресурсына сүйенеді, билігі да. Кедей елдер адам ресурсын дамытқысы келеді. Өйткені бай елдерде ана жер асты бай болса, жер асты байлық елдер жер ресурсына сүйенеді, өйткені сөйтіп ақша табу жеңіл. Осы жағдайда Қазақстан біз не істеуіміз керек? Мысалы, сырт көзбен қалай айтасың? Мен жаңағы ары қарай жаңа айттым ғой, енді жер байлығына жаңағы бір кісіні қойып сорды, Бұл сорды жаңа Гаддафи сияқты 200 миллиардтай шетке шығарды, Енді бұл бейбітшілік заманы. Мұнай алады, мемлекетте үлкен үйдер, халық жақсы тұрады. Ал енді екінші жол қару-жарақ компаниялар. Бұл соғыс болса қару-жарақ компаниялар ұтылады ғой. Енді қару-жарақ компанияларды соғыс болмаса ұтылады олар. Оларды оның жолына сату керек. Бұл қай уақытта болады? Мысалы, Гаддафи 200 миллиард ақша бар, Ал жарайды. Гаддафині құртсақ бірінші, мына 200 миллиард ақша бізде қалады. Мысалы, бүгін біздің Назарбаев президент бар ғой, оның да сырт елде ақшасы көп, Мүмкін оның басына да Қазақстанның сол келу керек. Гаддафині құртса 2 миллиард ақша қалады. 200 миллиард. 200 миллиард. Сосын мемлекеттің ішінде соғыс бастау керек. Ол жерде соғыс бастаса қару-жарақ сатылады. Ал бұна бейбітшілік заманда, мұнайын алып тұрған заманда бұл жерде мемлекет дамиды, жаңағы батыстың, Қытайдың, басқа мемлекеттердің бұл сатуы көбейеді, байиды. Қару-жарақ компания біздің кезек келді деген сияқты болады да. Сосын жаңағы Гаддафинің 200 миллиарды да құрып кетеді, мемлекетте соғыс болады, қару-жарақ компания іске қорады, Сата алмай қалады қару-жарағын. Мемлекетте соғыс болады, мемлекет бұзылады, өзіңіз көрдіңіз, Либия бәрін быт-шытын шығарады, быт-шытын шығарады, қару-жарақ компаниялар табысы көп болады бұл жерде. Және бір бейбітшілік заманы жайтып қайта оралады. Ана быт-шытып жатқан нәрселер қайта жөндеу керек. Бұл былай айналып келе беретін нәрсе. Сонда аналар пайданы таба береді. Бейбітшілік үшін біздің телевизион жасайды, машина жасайды, бұл айналады. Сосын бейбітшілікті бір мемлекет байып, басына отырған адам ақшаны ұрлап, шетелге қалап кететіндей жаңа болса, оны құртып жіберді, соғыс келеді. Көрдіңіз ба? Дамыған елдердің қару-жарақ компаниясы менен жаңағы адамға пайдалы битіп айналып тұрады. Содан кейін біз көріп отырмыз, дүниеде соғыс тұрмайды. Неге десең, артында алпауыт компаниялар бар. Бұларға жаңағы бейбітшілікке сататын телевизион, машина, компания, олардың саудасы жүру керек. Олардікі енді былайынша тоқтап қалған ананыкі. Айналып тұру керек. Бұл бизнес. Енді осының былай түсініп отырсыздар деп ойлаймын.
шетелде айталық, мысалы мен алпауыт компаниям, маған қару-жарақ сату керек, соңын өзім өндірген көлікті, телевизор, телефон сатуым керек. Қажет бар барымыз Қазақстан. Бұлар енді тыныш болып жатса, мен қару-жарақ сату үшін бұлардың ішіне бүлік салам. Бір-бірімен қырылысады, қару-жарақ береміз. Сонан кейін келемін де айтам, тоқта, демократия орнату керек деп демократия орнатам. Сонан кейін экономиканы дамыту керек деп өзімнің станок немелерімді сата бастаймын. Ол көтеріліп кеткеннен кейін қайтадан соғысып беріп, қайтадан осы процесс тоқтамау керек. Өйткені мен егер Америка сияқты алпауыт ел болсам, маған үнемі басы жақтан ресурс керек. Осының құрбаны болмау үшін. Қазақстан сондай құрбаны болмау, қазір тыныштық, Құдайға шүкір. Нағыз халықтың көзі ашылу керек. Көп айтады, саясатпен билік айналсын. Халықтың неменесі айтады, біздің хабарымыз жоқ, саясаттан біздің неміз бар, жанымызды бағып жүрейік. Және биліктерге айтады, саясатта нең бар, сен кейін дін басыларға айтады, сен құлшылық қылуға келдің, сен құлшылық қыла бер. О дүниеге барған кезде 4900 ба, қорқызы бар, өзенде ағып жатқан арақ бар, неғұрлым кедей болсаң, сен соғұрлым жұмаққа барасың деп, сол идеологияны жүргізіп отыр ғой. Енді Данияда саясатпен бүкіл халықтың көзі ашық қой. Қазақстанның халқына, мысалы, сен жан ашитын адам ретінде қандай бір кеңес беретін едің? Менің ойымша, біріншіден жаңағы Қазақстан билігі жаңа айтып кеткен бар ғой. Соның ішіне ойналып кетті. Қазақстанның билігімен ойнап жатыр. Халықменен билікті арасын үзді, иә. Енді бір мүмкін бір заманда уақыт келгенде жаңа қару-жарақ компаниялар бірнәрсе болса, артындағы шоқты бәрін дайындап қойып, сіреңкені жағып жіберетін не келді, иә. Бұл жерде бірінші билік ақылға келу керек. Жаңа сіреңкені жақпастан бұрын. Бұл кезде биліктің бәрі кетеді. Мына үлкен-үлкен коттедж салып алған, миллиарды ақша алған халық бұл кезде оларды тонайды. Бізді Афганистанда айтып кеттім ғой, алдымызға подкастты қалай тонады. Сол сияқты бұның бала шағаларын қалмай бәрін тонайды халық, иә? Сол сіреңке жақпай үшін бірінші бұл қауіпті билік сарап. Әзірге шейін ойынға жаңағы ойынды айттық қой. Сол ойындың ішінде ойналып жүр. Оны жалғыз Қазақстан емес, Россияның билігі де ойналып жатыр олар. Батыс олармен Россияда ойналып жатыр, нан шелпек, Қазақстанда ойналып жатыр. Бұл жерде біріншіден билік ақылды болу керек, ойынға түспеу керек. Неге десең, өзінің жанын сақтап қалу үшін керек. Бұл жерде халық үшін емес, өзінің жанын сақтап қалу керек. Егер мен теориямды түсінген болса, әр азамат биліктің басында отырған азамат және миллионер, миллиардер, бизнесмендер болса, олар құриды. Егер сіреңке шаққан кезде. Мен осыны үнемі айтам, кез келген қалталы, мысалы, жағдай жақсы биліктегі адамдар халықтың сауатты болғаны, елде береке бірлік болғанына мүдделі болу керек. Сол кезде елде береке болса, ол елде тыныштық болады. Егер сол елде қаңтар көрсетті, қаңтарда халық көшеге шыққан кезде Назарбаевтың туған туысқаны өзі жан қойырға жер таппай, тығылатын жер таппай қалды. Сондықтан біздің елдің қамын ел ғана ойлайды, билік пен халық өте береке бірлікте болып, өз ойы өз ішінде болу керек. Солай ғой. Енді біздің ресурсымыз өте көп. Ол үшін қазір адами ресурсты дамытуға күш салу керек деп ойлаймын. Мен ойымша жаңағы бірінші билік жолға түсу керек. Неге десең, өздерінің басына қауіп бар. Бұл ойынды ішінде өздері көбісі білмейді. Егер білсе, еш вақыт олар миллиард долламайтын еді. Миллиард деген бір мемлекеттің белін сындырады. Бүгін Қазақстан қандай да бір экономикалық соғысқа дайын емес мемлекет. Мұнайдың бағасы түсіп кетсе бітті. Бюджеті бітті. Содан кейін биліктің бұл жұмысы халыққа ағартушылық жолын көрсетіп, жаңа сіз айтқандай, жер ресурсы емес, бірінші адам ресурсын. Халық жүрген бір, мысалға, бір қора қой сияқты. Егер сіз ол қойды жақсылап баптап не қылсаңыз, ертең мемлекеттің бәрі өседі. Арыстан болып, жаңағы мемлекеттің арыстан экономикалар бар ғой. Бір қора қойды бір арыстан басқарса, бүкіл қора қойың арыстан болады. Бір қора арыстанды бір қой басқарса, бүкіл арыстанды қой болады деген сияқты. Яғни адам ресурсты, адамдардың санасын оятып, саяси білімін арттыру керек. Не үшін мен бірінші міндетті билікті басына қойып отырмын? Себебі билік қолында экономикалық күш бар, саяси күш бар, жасайтын күші бар, ал халықта ондай күш жоқ.
егер мен халықта ондай күш болатын болса, онда халықты бірінші орынға қоятын едім. Егер Норвегия болатын болса, бұл жерде Норвегияның халқын бірінші қоятын, бірақ сонда бұл жерде біреулер мүмкін бұл жерде сұрақ қойып жатыр. Біз айтып жатырмыз ғой, ресурсы бай мемлекет диктатураға жақын болады, анау мынау деп. Бірақ сол жерде көбісі сұрайды, ал Норвегияда мұнай бар, не үшін олар диктатура болмайды? Себебі Норвегияға мұнайға қол жетпестен бұрын оның халқы дамып еді. Жаңа сіз айтып жатқан адами ресурс дамып еді, ал оның үстіне мұнай келді, қазір деген олар ақшасын қолданбай фондке қойып жаңа адами ресурстың өзі оларға жеткілікті. Назарбаев 30 жыл бойы алдымен экономика, содан кейін политика деп келді. Солың зардабын көріп отырмыз ғой, халықты қараңғылатып тастады. Енді қазір халықтың көзін ашып алдымен адами ресурс, содан кейін барып экономика көтерілуге тиіс қой. Бұл жерде біздер екінші ретте халықтыға бүйтіп айтып болады. Жаңағы саясатқа кіріспе деген ол қате мүлде. Егер саясатқа кіріспесең, сен қолдық санадан бүгінгі ситуацияны еш уақыт шығармайсың. Жаңа айттым ғой, билік халық мықты болса, билік халыққа қарайды. Шетелдегі жаңа алпауыт компаниялары мықты болса шетелге қарайды. Бүгінгі жағдайда Қазақстанның билігі шетелдегі алпауыт компания, алпауыт мемлекетте қарайды. Халық осал болғандықтан. Халық саясатқа кірісу керек олар. Ұйымдастыру керек. Мен айтып отқаным жоқпын, демонстрация, анау мынау боқтасын, анау мынау. Мен Данияны айтып кеттім ғой. Дания халқы ұйымды. Теміршілер бір ұйым болды, экономистер бір ұйым болды, басқа егіншілер бір ұйым болды. Тыныш бірге ұйымдастырып бас қосып, егер ертең біреуін жаңағы локаут дедім ғой, шығарып жіберетін болса сахнадан, қалғандары да жұмысқа бармай қалса, мемлекеттен экономист тұрып қалады. Болды, басқа мемлекет болды, еш уақыт мүдделі емес. Ақылмен, парасатпен, ешқандай митингісіз, соғыссыз, төңкеріссіз, кісі өлімінсіз, ғане бұны бейбіт жолмен халықтың сауаттандырып, халықты бір тұтас қылып ұйымдастырса, Қазақстанның байлығы өте көп, Қазақстанда саналы білімді адамдар өте көп. Сондықтан бізге халықтың көзін, сауасын ашу керек. Егер сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген сөз бар. Сондықтан біздің бәріміз көзіміз ашық болып, Европаның халқы сияқты сайлауға барып, дұрыс депутаттар, дұрыс мәслихаттарды сайлап, президентті сайлап, белсенді болсақ, елдің тағдырын өзіміз қолымызға аламыз. Рахмет, Қажиақбар. Қысқа уақытта болсын, енді өзімізше бір саяси шолу жасап шықтық. Бұның бәрі саусақтан суырылған әңгіме емес, ұзақ зерттеу. Мен де көп оқимын, Қажиақбар да көп оқимын, көрініп тұр. Сондықтан келесі тақырыпқа көшейік. Келесі тақырып енді дін тақырыбы. Енді оны адам болғаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін бұны айналып өту мүмкін емес. Сондықтан келесі тақырып діни тұрғыда сенімі көп адамдар бар мемлекет қалай болады? Жоқ, діни догмадан, қараңғылықтан кішкене алыстатқан ағартушылық санасы жоғары мемлекет қалай болады? Келесі тақырып сол жайлы. Жібере алмай міндетті түрде көріңіздер. Лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер.